Barşаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін фасоль супын дайындаймыз. Видеомызды бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Тамағымызды бастамас бұрын ең алдымен бізге фасоль керек. Фасолімізді тазалап жуып алып, оны отқа қойып пісіреміз. Піскен фасоліміздің қап-қара цветі шығады. Біз соны үстіне су құйып, жуып, төгіп тастаймыз 2-3 қайтара. Әрі қаратта тамағымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге ет, фасоль, картошка, пияз, сәбіз керек. Етімізді қызып тұрған майдың үстіне салып, жақсылап қуырып аламыз. Қуырылып жатқан етіміздің үстіне біз пиязымызды, сәбізімізді салып, тақта қуырамыз. Оған томатымызды қосып, барлығын бірге қуырамыз. Қуырылып жатқан тамағымыздың үстіне піскен фасолімізді салып, тағы да кішкене қуырамыз. Оған суымызды құйып, тамағымызды қайнатамыз. Қайнап жатқан тамағымыздың үстіне картошкамызды салып, тамағымызды одан әрі пісіреміз. Тамағымыз осымен дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерден сұранарым, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз.